Алан, анам екеуміз бәліш пісірдік. Оған ұндар, құмшекерлер, сүт, жұмыртқа қостық. Дана, ұн, құмшекер сөзіне көптік жалғауын жалғауға болмайды. Неге? Зат есім жекеше және көпше түрде айтылады. Ұн, құмшекер, құм, тұз, ауа, шаң сөздері жекеше түрде ғана айтылады. Бұл сөздер көптік ұғымды білдіріп тұр. Кім, не деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді зат есімнің жекеше түрі деп атаймыз. Мысалы, кім, бала, не, бата, кімдер, нелер сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің көпше түрі деп атаймыз. Мысалы, кімдер, балалар, нелер, кітаптар. Түсінікті, көп рахмет, Алан. Оқасы жоқ. Дана, мен жайлауда, ойнауға, апама, атама, таныстым, жарыстым сөздерін қолданып өлең құрастырдым. Оқып бересің бе? Әрине, жазда болдым жайлауда, уақыт жоқ ойнауға. Көмектестім апама, көмектестім атама, төлдерменен таныстым, тайға міндім, жарыстым. Бұл өлеңдегі ұйқастар жайлауда, ойнауға, апама, атама, таныстым, жарыстым. Жарайсың, жақсы жазыпсың. Алан, жүр, бәлішпен шай ішейік.